Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай баклажкаға дайындалатын, өте дәмді болатын, тамағыңызға дәм беретін томаттың рецептісімен бөлісемін. Бізге осындай етті қызыл болгарский және 10 шақты помидор керек болады. Біз осы болгарскийдің барлығын помидор болгарскийді мясорубкадан өткізіп қазанымызға құямыз. Оның үстіне керегінше майымызды және тұзымызды саламыз. Енді астына отын жағып, жаймен қайнатамыз. Бетінде көпіктерін алып тастасаңыздар болады. Бұл томатты кез келген уақытта қолдана бересіздер. Енді қайнаған кезде осылай баклажкаларымыздың барлығын жуып тазалап аламыз сумен. Иісін кетіріп, сосын осындай бір уксусымызды алып, тазалап қойған баклажкамызға құйып, ішін жақсылап шаямыз уксуспен. Барлық баклажкамызды осылай шайып дайындап қоямыз. Сосын қайнаған томатымыз осылай түсі әдемі болып дайын болады. Бір 20 минут қайнатсаңыздар, 20-30 минуттай дайын болып шығады. Сосын баклажкамызды тряпкамен ұстап суға салып тұрып, мұздай суға саламыз да, үстінен томатымызды құйып, қақпағын жақсылап жауып, мұздай суға салып қоямыз. Бұл ешқандай да атылмайды, және де ашымайды. Осылай баклажкаде қысы-жазы тұра береді. Қай кезде болса да алып тамаққа қосып, томат ретінде қолдана бересіздер. Өте дәмді болып шығады. Барлығын осылай құйып, суға салып қоямыз. Кез келген уақытта қолдана бересіздер, ашып. Тамаққа өте дәмді болып шығады, егер қоссаңыз. Мүлдем томат іздемейтін боласыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздердің ойларыңыздан шығады деген ойдамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.